Бір беттік кітап, номері 3, қауын. Бала кезде немере ағамның үйінен қауын ұрлайтынбыз. Қауын кейде піспеген, дәмсіз болатын, бірақ біз оның көк, шикі екеніне қарап тұрмайтынбыз. Бірде әдеттегідей қауын ұрлап жатқанда ағамның көзіне түсіп қара бастым. Зәруі ағайын естіп тұра қаштым. Жүрегім алқымыма тығылып, қатты састым. Байқамай жүзім бағының ортасына қойып кеттім. Басым салбырап тұрған жүзім шағына тидім. Оны көріп мына жақтан атам кейіді. Ол жүзімнің көлеңкесінде тыныстап жатқан еді. Жүзім моншақтай боп жерге шашылды. Оған қарайтын мен бе? Табанымен таптап, тайып, жығыла жаздап жүгіре бердім. Қолтығымда сары қауын. Соңымнан немере ағам қуып келеді. Кенет анар ағашының арасынан өттім. Жемістерін үзіп, оны да жерге төктім. Қашқан қоян қатқан жатқан қоянды да ала кетеді демекші, көлеңкеде жатқан мысық менің сұрқымды көріп шошып кетті. Білем, зып беріп қашып жана ұшыра талға өрмеледі. Қырсыққанда таудың бұтағына ілініп тұрған тоты құстың торын құлатты. Құс шошып қанатын қомдап бүлдірді, сындырды деп шырылдады. Қашқан жауға қатын да батыр демекші, қырсыққанда ит те үріп ырылдады. Алланың басын көтерді. Мен тоқтамадым. Ашық тұрған есіктен үйге лып етіп ене кеттім. Әжем намаз оқып отыр еді. Байқамай жай намазына сүріндім. Онымен қоймай жай намазының жанында тұрған қобдишаны төңкеріп жібердім. Қашқан жаудың олжасы жолда қалар деген қаулымды тастап, баспалдақпен екінші қабаттағы террасаға жүгірдім. Атам мен немере ағамнан қорқып бір бұрышқа тығылдым. Егер әжем болмаса, сол күнгі сыбағамды аямай алар едім, кім білсін. Атасы бардың қалың орманы бар, әжесі бардың қорғаны бар деген осы шығар. Әжем намаз оқып біткен соң атам мен немере ағамның ашуын басып, менің тентек мінезімді жуып шайыпты. Кешке әжем мені дастархан басында шақырды. Үстелде әке-шешем, немере ағам, атам, інілерім отыр екен. Әлгі өзім тастай қашқан сары қауынды әкеп, әкем пышақпен тілді. Иісі мұрын жарып, сірекейімді шұбырта жөнелді. Әбден піскені білініп тұр. Бүгінгі оқиғаны ешкім есіне алмады. Сірә ештеңе болмағандай. Кенет торда тұрған тоты құс бүлдірді, сындырды, бүлдірді, сындырды деп тоқтаусыз қайталады. Бәрі төбеленіп тұрған тотыға қарады. Әкем не оқиға болғанын сұрады. Ештеңе білінген жоқ. Біздің жүгермек байқамай жүзімнің бір сабын үзіп алыпты. Ол құрғырда жерге түсіп шашыла қалыпты. Басқа ештеңе сынған жоқ, бүлінген жоқ деп әжем қысқа қайырды. Немере ағам сөзге қыстырып, ештеңе бүлінген жоқ, тек әжемнің қобдишасында тұрған екі мөрді аяғымен іліп кетті. Ол сынып кетті, деді әжем жөткерініп. Ол да менің кінәм ғой, қобдишаны жоғары қоймаппын. Оны айсынбайды деп ойлаппын, деді. Сол кезде атам, тентектікті көп қусан, мінген атын зорығар. Қашқан бақты көп қусан, мал таусылып тоқырар. Жамандықты көп қылған, құтылмас бәлеге жолығар. Жақсылықты көп қылған, бақ дәулетке молығар деген. Бір қауынға бола баланы сонша қуғаның не деп ағама кейіді. Мен аузыма қауынның бір тілімін салып едім, дәмі ащы болып сезілді. Жеті атасынан сақталып келе жатқан әжемнің ескі мөрін сындырып алғанымды сонда ғана ұқтым. Ойыннан от шықты деген осы.